Сөз басы. Жұманың кеші. Жұмыстан үйге кірген беті келіншегімнің маңдайынан сүйіп, алдында көтеріп тұрған ұлымды құшырлана иіскеп, мауқымды бастым, заттарымды қойып, киімдерімді ауыстырып, дайын тұрған асқа тік қасық секілді қолымызды жудық та, келіп отыра қалдық. Күнделікті өмір, сол дастархан, сол жарық, сол сүт пен шай, сол әдет, сол көрініс. Бірақ іштей бірдеңе мазалап тұр. Бір сағатқа жуық алдымдағы сүтті шайдан сораптап іше беріппін. Ішке ел қонып көңіл жайланған соң әр нәрсені бір айтып, өзімен өзі мәз болып, бірде күйгіліктеніп отырған келіншегіме қарап отырып қалдым. Тілімнің ұшына бір сөздер келеді де, қайта жоғалады. Ойымды жинақтап, не сұрайтынымды білмей отырған адамдай біраз отырдым да, жалпы өмір, отбасы және жеке өмір туралы түрлі әңгіме қозғап кеттік. Тек сұрақ қойсам жауап беріп қана отырған келіншегім қысқа нұсқа қайырып отыр. Диалог әлі бір жүйеге түсе алмай жатыр. Әр тақырып басы қозғалып келіп, ақыры бағана тілімнің ұшына келіп қайта кетіп қалып жатқан сұрақ келді-ау ақыры. Осы сенің арманың не, мақсатың? Маған күйеуге тию болмаған шығар, дедім. Келіншегімнің түрі әлі есімде. Бір қабағы көтеріліп, алдында отырған балама маған бір қарап миығынан күлді де, жауап беруді қажет таппаған адамдай отыра берді. Қайта сұрадым. Неге? Мен қазір бақыттымын ғой. Мәселе арман не, мақсатта емес, бірақ қыз баласы үшін өзінің жақсы көретін, сүйген адамын тауып, сонымен бірге өмір сүруі керек секілді, деп жұтынды. Жауап әлі толық емес. Шындығында бұл жауап емес. Бұл тек менің көңілімді қалдырмаудың амалы ғана еді. Осы жол сұрақты тағы қойдым да, ештеңеге алаңдамай еркін әрі ашық жауап бергенін қаладым. Себебі маған қызық болды. Қасымда 24 сағат бірге жүретін, бірге ұйықтап, бірге оянатын адамның менен басқа жұмысы жоқ дегенге сенгім келмеді. Жалпы маған күйеуге тигенге дейін ол басқа адам еді ғой, бірден құбылып сала бермейтін шығар деген күдікті ойлар санамды шарлап тұрып алған соң, басымды изеп, тыңдауға дайынмын дегендей ым жасадым. Сұрақ біткенге қысқа әрі жартылай жауап беріп, ештеңе айта алмай отырған келіншегім менің сөйлеші, көсілші бір деген ымымды түсінді-ау деймін. Олды бір жақ тізе үстіне ыңғайлап алды да, әңгімесін бастады. Саған күйеуге тимей тұрып, шетелге оқуға кеткім келді. Лондонда білім алып, ағылшын тілін жетік меңгеріп, жұмыс істеп, отбасыма көмектесем деген мақсат және арман болды. Тұрмыс туралы көп ойлаған емеспін. Бірақ іштей ол дүниенің орнын алу керек екені заңдылық деп қабылдадым, және тек өзім сүйген адамға қосыламын. Алып қашу деген секілді дәстүрдің құрбаны болғым келмеді. Сені жолықтырып, тұрмыс құрғанға дейін сол ойдан арылған жоқпын, және өзімді кейде жұбату үшін күйеуім барда ол арманға да жетемін деп іштей күлетін едім. Кәсіппен айналысып, саудада жасағым келді. Ошақ басында отырып қалуды ұнатпайтын едім. Әрине, бәріне үлгеріп, бірақ қалған уақытта тек бала мен үй, тамақ деген шеңберден шығып, өзімде ақша тауып, өз мақсатымды орындап, күйеуімнің бір жағына шықсам деген ой тұратын деп маған бір қарады. Мені ренжіп не ашуланып отырған шығар деп ойласа керек. Ал мен аузым ашылып махаббатпен тыңдап отырмын. Содан кейін, дедім. Содан кейін арманым мен мақсатым кейінге қалып, Құдайдың жазғанымен саған күйеуге тиіп, қазір міне, бір ұлдың анасы болып қасыңда отырмын деп күлді. Одан әрі арамыздағы диалог әзілге араласып, өткенді еске алып, ностальгияның ішінде отырып 2 сағаттан аса уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Түн ортасы болды. Мені әлі әйеліммен болған әңгіме ойландырып жатыр. Ұйқы жоқ. Рас-ау, неге менің әйелімнің арманы мен мақсаты тек маған байлану керек? Неге мен әйеліме жеке тұлға ретінде қарап, бір жағына шығысып көмектеспеймін? Бәлкім, әйелімді әлі толық танымаған шығармын. Ол мен ойлағаннан да ақылды әрі басқа бір болмыс, табиғаты ерекше жан шығар деген оймен ұйқыға кеттім. Бәрі осы әйеліммен болған әңгімеден басталды. 3 ай қалғанда, 2020 жылдың наурыз айынан бастап, әлем және Қазақстан 4 қабырғаның ішінде ұзақ күндерді, түндерді басынан кешетінін сезген жоқ. Біз де солай болдық. Болашақ жарым болатын, сол уақытта жүздесіп, кездесіп жүрген қызымды айлап көрмей,
тек онлайн әлемде, хабарлама, қоңырау артындағы дауыс арқылы ғана тыңдаймын деген ой ұйықтамасам түсіме кірген жоқ. Алайда бізге бағынбайтын нәрселер бар. Ол бағындырды, біз көндік. Наурыздың соңына қарай жиі сөйлесе бастадық. Мен басқа жігіттер секілді үйлену керек, асықпасам болмайды деген желеумен жүрдім. Мені оның артындағы тағдыр, өмір қызықтырған жоқ. Себебі үйленіп кетсем, бәрі орнына келіп, бәрі бақыт пен шаттыққа айналып кететін түс секілді болды. Әлі үлгереміз, ертең жалығасың. Кішкене күте тұрармыз, деді Ақдидар. Жоқ. Қайдағы жалыққан, қайдағы үлгерген. Жасым болса 26-дан асты, менің күтетін уақытым жоқ. Неге соза бересің? Деп мен де шықтым. Созу емес. Тек тез шешім қабылдамайық дегенім ғой. Сен оқу бітіргенше күттедің, күттім. Енді алдағы маусымда оқуың бітеді. Содан кейін қозғалайық. Жарай ма? Жақсы, мен үйдегілермен сөйлесейін. Келістік. Осы бір келістік дейтін сөзге апаратын диалог күнде қайталана берді. Содан басқа айтатын әңгіме, ән де қалмағандай. Тек осы тақырыпты айналдырып алып келемін. Қысқасы, үйленіп кетпесек, ақыр заман келіп, артынан бәрі күйреп кететіндей эмоцияларды бастан кешіп жаттық. Оған пандемия кезіндегі үй үшін айналшықтап шыға алмайтын күйді қосыңыз. Бәрі қабаттасып кетті. Пандемияның ыстығы басылып, мамырдың соңғы күндері далаға шығып, көшеде ел жұрт жүре бастаған кезде Ақдидар екеуміз кездестік. Бұл жолғы кездесуді мәні де, сәні де бөлек еді. Себебі бірнеше айдан бері бір-бірімізге деген сағыныш бар. Мауқымызды басып, қыдырып келген соң кешкі серуенде жүріп үлкен бір әңгіменің шетін шығардым. Диплом ала салған соң ата-анамызды таныстырсақ деп едім. Әлі ерте деп ойламайсың ба? Жоқ, ерте ештеңесі жоқ. Уақыты келді. Жақсы, бірақ мен үйдегілерге қалай айтамын? Айтасың, онда тұрған ештеңе жоқ. Қалай енді? Отбасы құрғың келетінін, менің жақсы адам екенімді. Күлдім. Ол сөйлеп, жауап беруге оқталған кезде тоқтатып тастадым. Себебі мен әлі айтар ойымды аяқтаған жоқпын. Ақдидар, жағдай былай. Мен өзім туралы бәрін айтамын. Сен содан кейін барып таңдау жаса. Жаңа ғана әке-шешемізді таныстыру туралы айтып алып, өзім туралы айтам дегені несі? Иә, ол алдына ала дайындық болатын. Менің басымда 11 миллион теңге қарыз бар. Менің банкте кредитім және басқа адамдарға қарызым бар. Бұл 2019 жылдан бері болған проблема. Алайда мен бұл проблеманы шеше аламын және шешіп келемін. Әке-шешем қарапайым адамдар, отбасым шағын. Байдың баласы емеспін. Пәтерімде, көлігімде жоқ. Мен үйіне көлікті құндылық ретінде санаған емеспін. Оған да жетеміз. Табысым шүкір, жақсы. Пәтерде тұрсақ та, сені ешкімнен кем қылмаймын. Ендігі байлам толғаны өзіңнен. Егер таңдауың басқа болса, мұндай адаммен бірге тұра алмайтын болсаң, қазір айт. Мен келісемін деп қадап айтты. Осы бір дүниені айтқаннан кейін, қалай жеңілдеп қалғанымды білсеңіздер. Жанып тыныш тапты. Қысылып қымтырылып жүру деген болмады. Тіпті кейін үйленген соң дәл осы проблема алдымнан шыққан жоқ. Себебі дерттің диагнозы дер кезінде айтылды және шешілді. Жұмыстан кейін достарды іздеу. Үйленген соң алғашқы бір айдан аса уақыт ішінде өзіме және әйелімен үйрене алмадым. Махаббат пен сезімнен емес, бірге өмір сүру, мүлде басқа әлемді, басқа мінезді, басқа бір адамды бір үйде қабылдау алғашқыда қиынға соқты. Себебі жұмыстан кейін достарымды, демалуды іздеп тұратын менің үйге қарай баруым, кешкі асқа асығуым деген нәрселер алаңдата бастады. Әлі есімде. Бір күні жұмыстан шығып, телефонды алып жіберіп, достарыма хабарластым. Жиналатын болдық. Ол кезде олардың біразы әлі бойдақ еді. Ойда 10 тиын ой жоқ, сөмкемді алып сол жаққа тартып тұрдым. Бардым, отырып тамаққа тапсырып бере бастаған кезде барып, есіме үйленген адам екенім, әйелім кешкі ас дайындап отырғанын есіме алдым. Орнымнан атып тұрып.
Жігіттер, мені үйде әйелім күтіп отыр деп шығып кеттім. Сол кездегі жігіттердің күлгені әлі есімде. Қазір олар да сол күнді бастарынан кешіп жатыр. Үйге жүгіріп кіргенімде әйелім тамақты қойып, суып қалған соң қайта жылытуға дайындап жатыр екен. Ештеңе болмағандай қайта асқа отырып, бірге тамақтандық. Бір қарағанда қызық әрі күлкілі болатын шығар, бірақ сол кеште болған нәрсе менің есімде ұзақ қалды. Әйелімнің ештеңе демей, маған деген құрметі, маған кешкі ас дайындап күтіп отырғаны бәрі де маған басқаша сезім сыйлады. Достардың ортасы бөлек екені анық. Алайда үй болған соң сенің досың да, жақының да, жанашырың да сенің әйелің болады. Бұл бәлкім досына деген махаббаты ерекше жігіттерге ауыр келер дегенмен шындық осы. Себебі әйеліңіз тек үй тазалап, бала туып, тамақ істейтін ғана күң емес. Ол сіздің досыңыз, және әйеліңіз. Егер оған досыңыз секілді қарамасаңыз, ашық сөйлесу, қалжыңдасу, еркін әңгімелесу жалғаспай қалады. Ал бұл ұрыстың болуына тікелей себеп болады. Әйелім мені құтқарған күн. Кейде дүниенің кілтін біз өзіміз ұстап отырғандай қараймыз. Әсіресе жігіттер жағы жұмыс істеп, табыс тауып, отбасын асырап жүрген соң бәрінде өзімізді патша сезінеміз. Дегенмен ұсақ нәрселерді елемейтін қалатын кезіміз бар. Үйленген соң бірнеше айдан кейін бізде табыстан аздаған қиындық туындады. Мен бұл мәселені өзім шешемін деп жүріп тереңдетіп алдым. Кешкі астың бірінде әйелім: "Қиналып жүрсің, не жағдай?" деп сұрады. "Ақшадан, бірақ бәрі ретімен болады" деп қысқа қайырдым. Алайда әйелім не жағдай болғанын ашып айтқанымды қалады. Бұған дейін табыс, жұмыс жайында жағашпайтын адам едім. Бұл жолы әйелімнің менің жұмысыма, проблемама қатысты ой қозғағаны ойландырып қойды. Мән жайды айтқаннан кейін, басқа бөлмеге кеткен келіншегім қолыма 200 000 теңгені алып келіп ұстатты. Қолыма ақшаны алып тұрып, "Бұл не?" дедім. "Сен берген ақшадан алып қалып отырдым. Бір күні керек болар деп жинадым" деді. Әрине 200 000 теңге көп ақша емес болар, алайда дәл сол кезде менің бүкіл мәселемді шешіп тастауға жеткілікті болды. Отбасында ер адам әйелімен жеке мәселесін немесе ортақ бір проблемасын талқылауды ұнатпайды. Бұл ерге тән мінез. Алайда кітап барысында жазып өткендей, әйеліңізге досыңыз секілді де қарай білген жақсы. Менің де көмегім саған тисе деймін деп бастады әңгімесін әйелім. Иә, біз бір отбасы, бір бүтін адамбыз. Ұялудың, қысылудың қажеті жоқ. Меніңше екі жақтап ақылдасып, бір-бірімізге демеу болғанымыз жақсы. Мен осы бір сөзді естіп қуандым. Бұған дейін ашылып әңгіме айтып, сырласқан емеспін. Иә, жігіт пен қыз болып жүрген кезде сырласу, махаббат жайлы, болашақ жайлы айту болды. Тек ол қиялдағы, көз алдымыздағы емес, ой ішіндегі көрініс еді. Ал қазір сол көрініс жанымызда, көз алдымызда. Яғни біз өзіміз аңсап жүрген проблемамен бетпе-бет келдік. Ажыраспа. Принцип болу керек. Қыз бен жігіт болып жүрген кезде, бұл әңгіме ашық талқыланды. Мен үшін ажырасудан асқан қателік, иттік болмады. Адам тағдырымен ойнау, онымен сонша уақыт бірге жүріп келіп, сен жақсы да мен жақсы деп екі жаққа кетіп қала салу итті. Осы бір ойды болашақ келіншегіме жиі айтатын едім. Сол үшін арамызда осындай диалогтер жиі айтылып отырды. "Ертең саған ұнамай қалсам ше?" деп бастайтын әңгімесін Ақтидар. "Ертең емес, бүгін ұнамай қалсаң, тастап кетер едім. Ертең ол басқа әлем" деп қысқа қайыратын едім. "Жалықсаң ше?" "Жалыққаны несі? Құдайдан аманаттап алған соң, жалықтым деп тастап кете салу, бәлкім ол кезде баламыз болады. Сеніңше, адамдыққа жата ма?" "Жоқ, тек өмірде ажырасып жатқандар көп қой. Сен оларға қарама, оларға қарап маған баға берме" деп қоса айтамын. Иә, қателікті бүгін жаса, ертең бәрі кеш болады. Отбасы, киелі ұғым, қыз бен жігіт ретінде сөйлесу, сезім талшықтарының 12 мүшеде ойнап, кейде артық эмоцияға бар қоятын кездеріміз бар. Бәрі керемет, бәрі жақсы секілді жүріп, түбі ажырасып кетуге барамыз. Неге? Ақыл мен жүректі тең ұстау керек.
Бұл менің философиям емес, Абайдың айтқаны. Себеп сезім өте нәзік әрі өте қауіпті қасиет. Оны ақылмен тежеп, реті келсе миға да салмақ салған жөн. Кез келген жігітте де қызда да іштей принцип болу керек. Ол ажыраспау. Отбасын құрып, неке қиылған соң, ер жігіт Құдай алдында аманаттап алған қызды өмірінің соңына дейін сүюге және оны асырауға міндетті. Өліп кетсең де осы. Қыз баласы күйеуінің разылығы үшін өмірінің соңына дейін оның көңілін таба отырып, саналы ұрпақты дүниеге әкелу керек. Арада болатын кикілжің, дау, дамай қалыпты жағдай. Ең бастысы, зорлық-зомбылық пен қол көтеру секілді адамдыққа жатпайтын әрекет орын алмауы тиіс. Дәл осы жағдай қыз баласына да қатысты. Беттен алып төске шапқанның оңғаны жоқ. Алайда осы бір сәтсіздікке жеңіліп, ажырасуды шешімдеп табатындар көп. Алғаш сөйлесіп жүрген кезде ақ екеуі ара ашылып әңгіме айту керек. Жасыратын ештеңе болмасын. Егер мінезі сәйкес келмесе, көңіл үшін, не түр үшін деп үйленіп алып, уақыт өте келе ажырасып кететін болсаң, қазір сөйлесуді тоқтат. Бүгін ауырған жүректің де, жылаған көздің де емі бар. Ал отбасы болған соң ажыраса салу деген ойыншық емес. Оның емі де ұзақ болады. Адам баласында азаматты ұстаным деген болады. Дәл сол секілді отбасын құрған соң, ажыраспаймын деген принцип болуы тиіс. Мың жерден сұлу көрсең де, құлқын кетіп тұрса да, оның мінезі аяқасты ұнамай қалса да, ажыраспаудың жолын ізде. Басқа жол тап. Екі жарты бір бүтін болып қосылған кезден бастап, ажырасу туралы ойда, тіпті оның көлеңкесі де санаңда сәулеленбеуі тиіс. Отбасы болған күннен бастап сен тек әйелдің патшасы емессің, бүкіл елдің алдында жауапкершілік арқалайтын азаматсың. Бұл ұяның да өз заңдары бар. Бұзсаң киіз атады. Жетім жесірді қолдап жасап отырған өзіміз. Сәл ойлан. Екі жарты бір бүтін болып қосылған кезден бастап, ажырасу туралы ойда, тіпті оның көлеңкесі де санаңда сәулеленбеуі тиіс. Отбасы болған күннен бастап сен тек әйелдің патшасы емессің, бүкіл елдің алдында жауапкершілік арқалайтын азаматсың. Бұл ұяның да өз заңдары бар. Бұзсаң киіз атады. Жетім жесірді қолдап жасап отырған өзіміз. Сәл ойлан. Үйленген соң өзгеру. Үйленген соң өзгеру дегенді мен де басымнан кештім. Оны әйелім де байқады. Тек айта алмай жүрді. Іштей тынып, үнсіз қалуды жөн көрген секілді, қыз бен жігіт болып жүрген кезде гүл беру, сыйлық алу, қыдыру, кафелерге бару, бірге көп уақыт өткізу деген қалыпты жағдай. Тек үйленген соң осы бір үрдістер тоқтап немесе азайып кететіндей болады. Расында солай. Біз қыдырмай кеттік қой, неге? Деді келіншегім. Нені айтасың? Кешкісін далаға шығып жүрміз ғой. Жоқ, бұрынғыдай емес. Оның себебі бар. Менде қазір бір емес, екі адамның жауапкершілігі бар. Маған көп уақытта жұмыста өткізіп, табыс тауып, сені асырау керек. Түсінесің бе? Түсінемін, алайда адам деген арасында демалып, бір-біріне сый жасап, көңіл көтеріп тұру керек секілді. Сыйлық алмай жатсың ба? Алып жүрсің ғой. Біразға дейін осындай диалогтар жиі қайталанды. Мәні бір, тек айтылу формасы өзгерді. Дәл осы нәрсе қайталана берген сайын менде жұмыста береке кетті. Мида әйелім айтқан сыйлық туралы қыдыру жайындағы әңгіме кетпейтін болды. Себебі мен бір нәрсені қате істеп жүргендей өзімді жаман сезіне бастадым. Сонымен не керек, өзгеріс керек деп шештім де, сенбі және жексенбі күнді жұмысқа арнамаймын деп шештім. Тіпті басқа күндері уақытым болса келіншегіме уақыт бөлуге, қыдыруға уақыт табатын болдым. Жексенбі күнді отбасы күні деп бекітіп алдым. Осы өзгеріс қалай басталды? Менде де, жұмыста да береке болды әрі табыс артты. Бір-бірімізді түсіну, ұғыну барған сайын жеңілдей түсті. Бұрынғыдай кейін деп қалдыра салатын әңгіме қалды. Кез келген жағдайды отырып сөйлесіп, талқылап алатын болдық. Мәселен, өткенде жұмысқа кетіп бара жатып шешілмеген бір мәселе барын әйелім ескертті.
Жұмысқа кетіп бара жатқан жерімнен тоқтап, сол мәселені алдымен шешіп алу үшін жарты сағат үйде отырып екеуміз сөйлестік. Қызық, сол күні жұмыста да аса бір мәселе туындап кешігіп барғаныма болса сөгіс алмадым. Яғни бұл бір табиғи заңдылық секілді. Алдымен отбасыңдағы проблеманы шешіп ал, кейін барып басқасын шешесің деген секілді бір сигналға ұқсады. Алғашында шағын сыйлықтан бастадым. Күнде кеше жұмыстан шығып үйге келе жатып кішкентай ғана шағын шоколад алуды, айына бір рет себепсіз гүл беруге немесе сый жасауға тырыстым. Бәрі тек көңіл үшін, оған деген құрмет үшін болды. Осы бір үрдіс отбасымдағы гармонияның пайда болуына, оның нығайып, бекуіне алып келді. Сенбесіңіздер, сынап көріңіздер. Үйленген соң өзгеру, мінез. Қыздардың күйеуге тиген соң басы қататын бір проблемасы күйеуінің мінезі өзгеруі. Бұл кезеңнен менде, менің келіншегімде өтті. Ер адам ретінде біз намыстың тапталғанын, жігердің сынғанын қаламаймыз. Мәселе әйелдер қауымының оған тікелей әсер ету не әсер етпеуінде емес. Бұл біздің ортамызға, қоғамға байланысты. Шыны керек, үйленген соң келіншегімнің менімен тең ақылдасып отыратынын, мінез көрсетіп жатқан кездерін көтере алмайтын едім. Алайда бұған әсер еткен нәрсенің бәрі сыртқы фактор екенін кейін түсіндік. Бір қонақты күте алмаса, несіне әйел, кешкі асыңды, таңғы асыңды бере алмаса, несі әйел, сенің ғана тілеуіңді тілемесе, несі әйел деген әңгімені көп естідім. Бала күнімнен үлкендер жағынан да сондай әңгіме құлаққа сіңді. Кейін осы менің миыма қонды. Мен де осылай ойлай бастадым. Кейде жұмыстан келгенде кешкі ас дайын болмай қалады, достарым жиі үйге келе бастады, оларды күтіп алуда кейде мүмкін болмайтын жағдайға жетті. Тіпті кейде келіншегім мені ойламайтындай ой келе бастады. Тек осының бәрі менің басымдағы ойлар екенін, оған әйелімнің қатысы жоқ екенін түсіндім. Қалай? Бір апта келіншегімді зерттедім. Бақылап жүрдім. Кешке асқа үлгермесе күні бойы үй тазалап, бала қарап, жеке шаруаларын бітіріп үлгермейді екен. Ал мен оның жеке шаруаларын есептемеймін. Себебі оның шаруасы менмін деп ұқтым. Осы бір қате ой түбі әйел адамды тұлға ретінде көруден кететінін түсінуге болады. Қонақ күтпейді емес, әйел адам күтеді. Алайда оларда адам шаршайды. Құдайдың құтты күні қонақ келсе жақсы, бірақ оны күтетін адам еркек емес, әйел ғой. Ендеше шаршау, психологиялық жақтан олардың іштей қысымға ұшырауы, қайта дастархан дайындауы секілді дүниелер шаршатып жіберетін анық. Бұл бір қонақжай күйді жоққа шығарып, салтты бұзу емес. Кейде жігіттерге достарына айта алуы керек. Әйелім бүгін шаршап тұр, ертең не басқа күні өтіңдер, жақсылап күтіп жіберемін деп. Бұл намыстың түсуі, жігердің құлауы емес. Бұл әйеліңнің мәртебесін көтере отырып, өз абыройыңды достарыңның алдында көтеру. Олар қабылдай алмас, реніш білдірер, ештеңе етпейді. Өле-өлгенше сенің қасыңда болатын әйелің екенін ұмытпа. Қант ақпа. Қарама. Қоғамда әйел адам күйеуі қантты ақ десе ақ, қара десе қара дейтін түсінік бар. Мен бұл ойдың астарында қандай эстетика, философия жатса да келісе алмаймын. Мейлі жұрт алдында болса да, дастархан үстіндегі қанты ақ па, онда ол ақ. Және әйелдің де оны ақ деп айтуына толық негізі болуы тиіс. Күйеуім қара деп айтты деп, қара дей салудың артында надандық пен ақымақтық жатыр. Әрине, сый мен құрмет бөлек. Алайда барды бар, жоқты жоқ деу керек. Одан романтика жасаған сайын арадағы көңіл алшақтай береді. Әйел ерінің қателігін бетіне басса не болыпты? Қателігін көріп тұрып, қателескен ердің ісі сонда дұрыс па? Мәселе бетіне басу деген сөздің ауырлау естілетінінде болар. Дегенмен бұл еркектің қайта қателік жасамауына әсер етеді. Қанттың ақ не қара екенін мысалға алу арқылы біз әйелді өзімізге бағынышты етуге апарамыз. Ол бағынады, бірақ тікелей мағынасында емес. Ол сыйлап, құрметтеп иілетін болар, бірақ надандық пен қателіктің алдында не үшін ойын жасырып, сенің дұрыс емес деген ісіңді қолдап отыруы тиіс.
Қазақтың қыз-келіншектері парасатты болғанын ескерсек, ерінің қантты қара дегеніне қара деп жауап беруі миф. Көпшілік ортада отырған кезде жамандықты жасырған жақсы, алайда қателікті емес. Оны айту керек. Түсіндіру қажет. Себебі ол қайталанады. Ол қайталанған сайын арадағы гармония бұзылады. Ең ақыры әйел адам өзінің сөйлеу құқығы жоқ секілді сезіне бастайды. Тұлғалы қасиет кетіп, тек күйеуінің күңі секілді күйді басынан кешеді. Бұл әсіресе біздің қоғамда басым, ерді сыйлаудың, құрметтеудің жолы көп. Тек дәл бұл жол емес. Әйеліңнің сені тыңдайтынын, саған құлақ асатынын көрсетудің де жолы көп. Тек бұл жол емес. Отбасындағы теңдік. Бұл бір қызық нәрсе. Үйленгенде басында сырттан тамақ іше салу, бір затты сатып ала салу деген қалыпты болды. Ештеңе ойлаған жоқпын. Бірақ бір күні тым эгоға салып жібергенімді түсіндім. Келіншегім ештеңе демейді, бірақ көңілі түседі. Киім алып келемін де, қалай жарасып тұрма деп бір көрсетем деп киіп жұмысқа кете беремін. Үнсіз қалатын әйелім. Біраз уақыттан кейін эгосына бастады. Жалғыз тамақтану, жалғыз киіну, жүріп тұрудың өзі оғаш көріне бастады. Осы нәрсенің бәрі ұсақ-түйек әңгіме секілді болуы мүмкін, дегенмен әйел адам үшін бұлардың бәрі үлкен проблема екен. Оны кейін ұқтық. Үй ішінде теңдік болу керек. Әйел еріне арқа сүйіп, ақыл сұрап, кеңес алатын болар. Алайда оның да саған ойын, кеңесін айтқысы келеді. Сол кезде тыңдай білген жөн. Сырттан ер азамат ретінде бір зат сатып алдың ба, сол соманы әйеліңе жіберуге тырыс, немесе сол бағадағы бір затты алып бер. Яғни бұл астарлы түрде әйеліңнің үйде тең екенін, теңдікті солай сақтауға болатынын түсіндіру. 10 000 теңгеге зат сатып алсаң, әйеліңе 10 000 теңге бер. Ол да сондай бір зат сатып алсын. Себебі ол сенен кем емес. Оның да ішкі эгосы, қалауы бар. Мысалы, бір үйдегі егіз баланы алайық. Екеуін бірінен бірін кем көрмейсіз. Біреуіне не аласыз, екіншісіне де сондай жағдай жасайсыз. Ендеше екі жаста, жұбай да бір үй ішінде бірдей. Олар да егіздей бірге өседі, дамиды, құрмет көрсетеді. Егер жеке қалып жатсаңыз, ерде, әйелде жарыңызды ойлаңыз. Ол да сол тамақты жеуге, сол киімді алуға, сол ақшаны жұмсауға құқылы. Бұл моральдық тұрғыда этиканың үлкен бір деңгейі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздің пікіріңіз өте маңызды.